Так, бізде LG деген холодильник инверторный компрессормен компрессорын алып тастадық. Өзіміздің переделкімен компрессор қойып жатырмық. 220 мен істейді. 220-240. Нагнетание бар, сас бар. 220 мен істейді. Bir фаза 1.0 кетіп тұр. Бәрі орында. Қазір Алла қаласа осы жерге қуантатын боламыз. Платсын переделка жасадық. Бізде осындай әдемі холодильник LG. Так, мына жерде бір айтып кететін нәрсеміз. Так, мына жерде біздің алдымызда бір холодильник келген. Платсын күйдірген, жалпы мотор күйген ғой кезінде. Соның платсын күйдірген, прямой жалғап 220, ол дұрыс емес. Оны переделкамен жасау керек. Переделка жасалады. Так, бәрі орында, светтері, бәрі, вентилятор, бәрі қосылады. Градус бәрі таблолар жасайды. Сол сөйтіп, бұл холодильник негізінде маған 10 000 теңгеге сатып жіберейін деп еді. Бірақ біздер предлагать еттік, жасап берейік деп. Сосын олар көнді, сосын жасап жатырмық. Үшін тап-таза холодильник просто. Оны біздер алып кеткенмен де ремонттап қайтадан сатамыз. Сол үшін клиенттің өзіне бұйырсын деп біздер істеп беріп жатырмыз. Осындай қап-қара әдемі холодильник LG. Бәрі нормально. Резинкілері бәрі как положено. Бәрі жасап тұр. Не тексеріп отырық. Бәрі жасап тұр нормально. Бәрі істеп тұр. Сол тапай клип орнына салып, қайтадан френін қоямыз, Алла қаласа. Сол үшін бір холодильник келіп істей алмай кетсе, екінші холодильник шақырыңыз. Сөйтіп істетіп алғандары жақсы болады да. Себебі бұл холодильниктер 400 000 теңге тұрады жобамен. 300 мен 400-дің арасында тұрады. Мына ремонт өте арзан шықты одан. Солай. Қызылсайдың холодильниктеріне сәлем.